Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге VideoScribe Sparkle компаниясының программасымен жұмыс жасау туралы көрсетемін. Яғни ол жерде түрлі қолмен сырғыту арқылы, қолмен жазу арқылы анимациялық сабақтар жасау туралы көрсетемін. Ең алдымен біз бұны орнатып болғаннан кейін бізде осындай VideoScribe'тың осындай белгісі шығады. Осының үстіне 2 мәрте шертеміз және запустить дегенді басамыз. Далее установить ярлик на сайт деген өзі осындай птичкасы қойылып тұрады. Далее распаковка жүреді, завершить. Міне осыдан кейін бұл жұмыс столының бетінде міне ярлик болып түседі. Осыны 2 мәрте басып, осы программаны іске қосамыз. Іске қосқаннан кейін міне осындай не шығады. Процесс, ары қарай жұмыс жасау процесі шығады. Осы жерде ештеңеге тиіспейсіздер. Мына жерде қызыл логин дегенді бір басамыз. Осы жердегі мына белгіні бір басамыз. Және мынаны бір басамыз. Міне Welcome деп шығып тұрады. Жалпы осы жерде қалай жұмыс жасау керек, осы программада қалай жұмыс жасау керектігі туралы түсіндірме жұмыстары көрсетіледі. Бұны жұмыс істеу барысында түсіне жатарсыздар. Белгісін баса салайын. Және осы жерде жаңадан бірінші мәрте жасайтын болғандықтан біз мынау қызыл плюсикті басамыз. Бізде осындай жаңа бет шығады. Енді осындай жаңа бет шығады. Енді мына төбедегі құрал саймандармен таныстырып өтейін. Бірінші тұрған бұл сақтау, одан кейін image, яғни осы базаның ішінің өзінің суреттерін қойға болады, немесе өзіміз алдын ала дайындап қойған, жүктеп қойып қойған, компьютерге дайындап қойған суреттерді қойға болады, және текст жазуға болады, түрлі графикалардың көріп тұрсыздар, өзің мынау диаграмма ретінде қоюға болады. Мына жерде әуен қоюға болады, осы базаның өзінің әуендерін қоюға болады, немесе өзіміз алдын ала дайындап жүктеп қойған әндерді қоюға болады, тіпті дыбыс жазуға да болады. Келесі батырмада осы мынау слайдтың түсін, яғни фонын әртүрлі фонға қоюға болады, және мынау ең керектігі қол, яғни қолмен жылжыту арқылы, сырғытып әкеп қою арқылы, немесе қолмен жазудың түрлі эффектілерін осы жерден аламыз. Және мына жерде мынау белгі play белгісі бұл предварительный просмотр, алдын ала қарап шығу. Яғни біздің әрбір жасаған жұмысымыздың жүру барысы, процесі қалай болып жатыр, осы жерден осыны басу арқылы көріп отырамыз. Және мынау сақтау, видео ретінде сақтау. Бұның барлығын жұмыс істеу барысында таныса жатасыздар. Жалпы біз бұл VideoScribe программасын қай кезде қолданамыз? Мысалы, мектепте түрлі іс-шаралар болады, немесе мерекелік кештер, мысалы, немесе былай айтсақ болады, ұстаздар күнінде құттықтау, мысалы, мектептегі, коллективтегі мұғалімдерді ұстаздар күнімен құттықтау, суреттері шығып, астына жазумен шығады, немесе тіпті отбасыңыздағы бір адамды құттықтау, түрлі өзіңіздің фантазияңызға байланысты жасасаңыздар болады. Енді мен құттықтау жазып көрейік. Ол үшін текст дегенді, Т дегенді басамыз. Осы жерге, мысалы, құттықтау жазайық. Қандай құттықтау жазайық? Мысалы, анашым сізді туған Енді осылай жаздық. Енді осы мәтіннің түсін өзгертуімізге болады, және харіптің түрін өзгертуімізге болады. Ол үшін мына жердегі F деген белгіні бассаңыздар, түрлі сіздерге харіптің түрлерін шығарып береді. Мысалы, бұлай басып жылжытсаңыздар, міне неше түрлі харіптің түрлері шығады, оны өздеріңіз қалағанын іздеп, қалағандарыңызды қойып аласыздар. Енді ары қарай
Мына жердегі минусты бассаңыздар, мен Arial деген шығады, плюсты бассаңыздар, мына Basic деген шығады, Мен көбіне осы Arial дегенмен қалдыра берейін, осымен жазамын. Енді осы F-тің жанында мынандай 3 түс көрініп тұр, осы 3 түсті бассақ, бізге жаңағы жазған мәтініміздің түсін өзгертуімізге болады. Мысалы, мен жасыл түсті қоямын, окей. Міне, Анашым, сізді туған күніңізбен құттықтаймын, Міне осылай шығады. Енді осы жазған мәтінімізді қалай шықсын? Осының үстін басқан кезде, мына астына қарасаңыздар, мынандай play дегенмен мынандай белгі шығады, Осының үстін бір рет шертсеңіздер, міне мынандай терезе шығады. Жалпы жұмыстың барлығы осы терезеде жасалынады. Осы жерге қарасаңыздар, дрюф мовин деген тұр, яғни дрюф дегеніміз бұл қолмен жазу, ал мовин дегеніміз сырғыту арқылы әкеп қою. Енді мына драфт дегенді таңдаймыз, осының үстін бір рет шертеміз да. Яғни ол қанша секундта шықсын, мынау жазған мәтініміз тұр ғой, осы қанша секундта шықсын. Мына жерде 10 деп тұр, бұл өте жай. Енді осыны азайтып мен 3 секундқа қоямын. Паузасы 0,5, мына жерді 2 де салайық, 2. Енді осының астында мына жерде тіпті фильтр қоюға болады. Мына жерде қолдың суреті тұр, міне осы қолдың суретін басамыз. Енді жаңағы жазған мәтініміз не арқылы жазумен шықсын. Мысалы, pens дегенді бассақ, түрлі, фломастер, қаламсаптікі шығады. Осы жерден қалаған біреуін таңдап аламыз. Мысалы, мен жасылмен жазғаннан кейін, мысалы, маған мына жасыл фломастер ұнап тұр, осының үстін басамын. Басқан кезде ол сіздерге көрсетеді. Міне, осындай мынандай жасыл фломастермен жазылып шығады. Осыны қалдырамын, окей. Тағы да бір рет, окей, міне. Енді бұны көру үшін, мына жерде play-ді бассаңыздар, міне, жаңағы жасыл фломастермен жазылып шықты. Енді стопты бассаңыздар тоқтайды, немесе өзі бірден бай тоқтайды. Енді бұл бір бетке шықсын, Мысалы, осы бетте, осы жазуымыз шықсын. Енді сурет қоюға болады дедік, Енді ол үшін, сурет қою үшін, мына жердегі имиджді басамыз. Басқаннан кейін осындай терезе шығады. Яғни мына жерде осы базаның өзіндегі суреттер, мысалы бизнес, түрлі бизнеске байланысты суреттер шығады. Егер осының ішінен қоям десеңіздер де, өзіңіздің жаңағы құрастырып жатқан жұмысыңызға байланысты қоя бересіздер. Әр түрлі өзінің базаның ішіндегі суреттер шығады. Немесе қайтадан басқасын көрейік, мынандай суреттер бар екен, өзі базаның ішіндегі суреттер. Немесе тағы бір басайық. YouTube дейді, Facebook дейді, немесе қазір көрейік, people дейді, халық, кез келген. Осының ішінен өздеріңіз қоя бересіздер. Егер осының ішінен алам дейтін болсаңыздар. Енді бұл жерден алмаймын, өзімнің жаңағы басқа сурет жүктеп алғатын, басқа сурет қоям дейтін болсаңыздар, мен астындағы мынау папканың белгісін бассақ, бізде көрсетеді. Мысалы, мен загрузкидің ішінде құттықтау болғаннан кейін өзімнің алдын ала жүктеп қойған суретімді қоюым керек. Осы жерден таңдап қоямын. Міне. Суретті қойғаннан кейін сіздерде осындай бет ашылады. Осындай бет шыққан кезде екінші қатардың ортасындағы мынау, осыны таңдайсыздар. Мыналарды емес, осыны таңдайсыздар да. Үстін бір бассаңыздар, ол автоматтық түрде мынаның үстіне келіп қойылады. Мына суретімді енді былай бұны үлкейтуге, кішірейтуге болады. Мысалы, мына жазуды да үстінен басқан кезде төрт жағында белгі шығады. Сол кезде бұны былай кішірейтіп, суретті сәл ортасына әкеп қойсам болады. Енді мына суретім
Енді бұл сурет қалай шықсын? Үстен 2 мәрте шертсек те болады, я. Мынандай терезе шығады. Енді бұл сурет мовин, яғни сырғытып әкеліп қой. Ол асты жақтан, мына беттен шығады. Суретіміз осы астынан бастап шығады. Так, бұл жерден секундын таңдаймыз. 3-те 5 секунд. Қолдың белгісін таңдаймыз. Енді ол сырғытып әкеліп қояды, я. Не арқылы сырғытып әкеліп қойсын? Мысалы, осы жерден өзіміз, мысалы, мына қолды алайық, қолды басамын, міне көрсетіп береді. Егер осыны қалдырам десеңіздер, осылай шықсын десеңіздер, окейді басамыз, тағы бір басамыз. Мына жерде барлығын көріп алдық, секундын 2 дей салайық. Окей. Енді бұны көріп алсақ болады, я. Мынаны бір бассақ, міне қол арқылы келді. Стоп. Енді осы мына жазуымызбен суретіміз екеуі бір бетте шықсын, я? Екеуі бір бетте шықсын. Ол үшін не істейміз? Ол үшін мына мәтіннің үстін бір рет шертеміз, мына астыңғы жаққа барсақ, оң жаққа барсақ, камераның суреттері, я? Мына птичка қойылған. Осының үстін бір рет шық еткізіп, мынаны бір суретке түсіріп аламыз. Келесі мына суреттің үстін бір басамыз да, келесі камераны тағы шық еткізіп, міне астында X белгісі тұрды ғой, я? Шық еткізіп бір рет басып суретке түсіріп аламыз. Енді болды, бұл екеуі бір бетке шығады. Енді тағы да бір текст жазып көрейік, я? Келесі мынаны мына сәл өткізіп жіберейік. Енді текст, тағы да бір текст жазайық. Мысалы, тілек жазайық, я? Сізге ұзақ өмір тілейміз. Енді осы жерден түсті таңдап кетейік. Мысалы, ол қызылмен шықсын. Окей. Міне сізге ұзақ өмір қажымас қайрат тілеймін. Тек қана осы жазу шықсын, я? Бір бетте осы жазу шықсын. Үстіне 2 мәрте шертеміз. Так, дрюф, мына жерден секундын 3 секундқа қойып алайық. Сразу осы жерден қойып кетеміз. Қолдың белгісін басамыз. Енді ол қалай шықсын? Ручкамен жазу ма? Қол арқылы, қолдағы ручкамен ба? Я, қалаған, мысалы, мені қызылды алайын, я? Бас жағы қызыл екен. Осыны бассамын, сіздерге көрсетіп береді. Қолымда мына ручкамен жазылып жатыр, я? Қалдыратын болсам, мына белгіні басамын, келесі белгіні басамын. Болды, енді көріп алу үшін міне. Болды. Енді болды, я? Бұл өзі бір бетте тұрсын. Мынаны жылжытып алайын. Осы бір бетте ашық жерге қойып қоясыздар. Міне бұл осы жерде шықсын. Енді келесі бетте сурет қояйық, я? Келесі имиджді басамыз. Алдын ала жүктеп қойған суретіміз, мысалы, менде рабочий столдың бетінде гүл деп сақтап қойған. Открыть. Ашылады, я? Мынаны таңдайсыздар. Міне өзі бірден осы жерге келіп түседі. Оны ашықтау жерге. Жіберейік. Үлкейтіп қоюға болады. Енді бұл гүл қалай шықсын? Үстінен 2 мәрте басамыз, сырғыту арқылы шықсын, я? Мовин. Енді бұл астынан емес, мына барсақ, ол жоғары жақтан әкеп қойылады. 3 секунд. Қолдың белгісін. Енді сырғыту арқылы болған екен, оны қалай немен сырғытып әкеп қойсын, я? Осы жерден өзіміз қалағанымыз таңдаймыз. Мысалы, мына щеткамен осыны қояйық. Оны қосқан кезде көрсетеді сізге, я? Щеткамен сырғытып әкеп қояды екен. Или осыны қалдырамыз. Так, бұл біреу шықсын. Енді тағы бір сурет қояйық. Имиджге кіреміз, сол әрекетті қайталаймыз. Рабочий столда менікі.
Ана ортасындағын таңдаймыз. Ол таңдаған кезде автоматта да осы жерге өз әкелініп қойылады. Я, сәл кішірейтіп алайық. Міне. Енді бұл гүл қалай шықсын? Үстінен басамыз. Бұл енді нан басайық, дрюф дегенді басайық. Қолды басамыз. Ол қалай шықсын? Осының ішінен қалаған біреуін таңдап аламыз. Өзімізге ұнаған біреуін таңдап аласыздар. Мысалы, бор ұстап тұрған бормен, я. Міне осылай бормен шығады екен. Окей, окей. Міне енді осы екеуі бір бетке шықсын, я. Тағы да үстінен басамыз. Егер бір бетке шықсын дейтін болсаңыздар, егер жеке-жеке шықсын дейтін болсаңыздар, онда камераны баспайсыздар. Үстін басамыз, камераны бір басып, чық еткізіп бір суретке түсіріп аламыз. Келесі камераны басып, чық еткізіп тағы бір, міне, екі камера шықты, біреуі X, біреуі мынау. Екеуін бір бетке суретке түсіріп аламыз. Болды, енді біз бұның жаңа айттым басында, енді бұның түсін өзгертуімізге, фон өзгертіп қоюымызға болады. Ол үшін не істейміз? Мына батырманы басамыз. Осы жерде міне үш түс тұр ғой, осының үстін басып, қалаған түске қоямыз. Мысалы, сары болсын, немесе мынаны қояйық. Осының ішіне текстатура қайсысы біреуін таңдайық. Мысалы, мен мынаны таңдай салайын, ол барлық бетке қойылып шықты. Енді бұны мына жердегі play арқылы былай көріп алуымызға болады. Алдын ала жазған әрекетімізді, жасаған әрекетімізді қалай шығу барысын осылай көріп аласыздар. Реттеп, мысалы, біреу сәл кішкентай болып қапты суретіміне, реттеп қойып аласыздар өздеріңіз. Енді бұған әуен қоюға болады дедім, мысалы, мына жерді бассақ, бұл жерде осы базаның өзінің музыкалары бар. Тыңдап көресіздер. Енді өзіміздің алдын ала жүктеп қойған музыкамыз қою үшін тура бағанағы әрекет, папканы, импорт папкасын басамыз. Осы жерде мен өзім бір өлең жүктеп қойғаным, қазір рабочий столдың бетінде. Соны тауып мына жерге қоямын. Осыны қоямын, открыть. Міне ол мына жерге келіп түсте, Жазира Байырбекова анашым деген. Енді болды, мынаны окей белгісін басамыз. Болды, қойылды. Енді көрейік. Енді бұл жерде жаңағы қойған әуендеріңізге байланысты, әуендеріңіз аяқталғанша қоя берулеріңізге болады. Енді оны көп қоймай, мысалы қысқа қылып, осылай бір рет құрып алдыңыз, осындай, бір кадр жасап алдыңызда, оны сақтап қоясыз. Келесі кадрды қойып, оны келесін сақтап аласыз. Барлығын сөйтіп бөлек-бөлек қылып сақтап аласыз да. Арнайы, мен өткен сабақтарында айтқанмын, Camtasia'да оны қалай арғарай өңдеу керек екен, Camtasia болсын немесе CapCut программаларына салып, оны қайтадан сол жерден өңдеп, барлығын құрастырып, үлкен бір кәдімгі видео ретінде құрастырып алып, сол жерден жаңағы әуендеріңізді де қойсаңыздар болады. Яғни әуендеріңіз аяқталғанша, мынау видеоларыңыз әуенмен бірге толық бітетіндей қылып жасасаңыздар болады. Енді мен сіздерге бұл қысқаша түсіндірген, ары қарай өздеріңіз фантазияларыңызбен жасай бересіздер. Тура осылай. Енді бұны сақтаймыз, Сақтау үшін мына батырманы басамыз.
басқаннан кейін мен сіздерге шығады. Мына жерде презентация кәдімгі слайд арқылы сақталады, Facebook арқылы, YouTube арқылы, және мына жерде флешка мен дискеттің белгісі тұрамын. Осының үстін басамыз, яғни біз өзіміз компьютерімізге бұны сақтап аламыз. Осының үстін басамыз, міне форматын осы жерден біз қазір AVI форматта сақтаймыз. Сайз размері 120 стандарт HD. 20 дейік. Енді Untitled деген жерге ат беріп сақтаймыз, мысалы не деп сақтаймыз, сан бере салайық, мысалы 56. Болды, окей батырмасын басамыз. Осы жерде сақталу процесі жүреді. Сіз қанша слайд қойып, қанша сурет, қанша мәтін жазыңыз, соның барлығын осы жерден сіздің жасағаныңызды осы жерде көрсетіліп, мына жер толып, мына жерге келгенше күтесіздер, жаппай, терезені жаппай күтесіздер. Сол үшін айтып жатқаным, осындай қысқа қылып жасап аласыздар, тез сақталу үшін. Көп қылып жасап оны компьютерлеріңізге сақтап аласыздар да, сөйтіп оны ары қарай Camtasia'ға салып, бір-бірімен құрастырып, толық бір бейне қылып шығарасыздар ғой, бір-бірімен қосып құрастырып, ол жерге енді білсеңіздер, Camtasia'да түрлі нәрселер жасауға болады ғой. Ол жерде әуен қоюға болады, көптеген енді. Ол жерде тіпті сіздің аты жөніңіз видео аяқталғанша шығып тұратындай, немесе басында аты жөніңіз шығып кейін жоқ болып кететін, түрлі нәрселерді осы Camtasia'да өздеріңіз жасасаңыздар болады. Міне қазір біздің жасаған іс-әрекетіміздің барлығы осы жерде көрінеді. Сөйтіп оны сақтап қоямыз. Негізі бұл видеоскрайп негізі өте жақсы, егер ары қарай өздеріңіз түрлі сабақтар жасасаңыздар. Бұны әсіресе жаңағы көбінесе осы мұғалімдер күнге, жаңағы мектептегі бүкіл мұғалімдердің суреттерін бәрін компьютеріңізге жүктеп алып, әр мұғалімнің суретін қойып, оның астына құттықтаулар жазып, солай бір керемет дүние жасауға болады. Енді ол өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Мысалы, сыныптағы жаңағы жақсы оқитын оқушылар, оқу озаттары деп, солардың суреттерімен, олардың суреттерінің астына тілектер жазып, енді керемет дүниелер жасауға болады. Міне күтесіздер, осылай бұл қазір өзі сақталады, мынау толғанша. Тіпті бұны Camtasia'да жаңағы керек емес жерін бір қырқып, оны қайтадан өңдеуге де болады ғой. Міне болды, сақталды, міне. Міне жаңағы осылай бетіп шығып қалған жері бар ғой, міне осылай шығып қалған жерін де Camtasia'ға салып өңдеп, тек осы жерін қырқып алып тастап, ары қарай келесі сақтаған видеоларыңызды бір-біріне құрастырып кете берсеңіздер болады. Қазір жауып қоя салайық. Жалпы бүгінгі видеоскрайп программасында жұмыс жасау сабағы сіздерге ұнады деген ойдамын. Осыны пайдаланып жұмыс жасаңыздар. Менің YouTube каналымды көріңіздер. Олай болса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.